Йоу, бәріңе сәлем достар, сендермен әдеттегідей мен Дәне. Бүгін біз өзіміздің керемет супергеройлық саяхатымыздың 6-шы бөлімін жалғастыратын боламыз. Егер достар өткен бөлімде естеріңізде болса, біз өзімізге жақсы заттар жасап алған болатынбыз. Енді жақсы заттар дегенде ол бізде 13 урондық қылыш. Енді достар, осы 13 урондық қылышты біз зат жарты етуіміз керек мына жаққа. Енді ол үшін маған Ender Pearl керек. Сол Ender Pearl арқылы мен ОК Ender жасаймын да, мына бір стол зачарованияны улучшить етуге тырысам, былай айтқанда. Енді достар, ол үшін мен түнді тосуым керек, ал біз достар әзірге түнді тоспай шахтаға барайық. Себебі достар, уже 6-шы серия мен өзіме бірде-бір геройдың костюмын жасамадым. Енді осы жолы сол костюм жасаймын деген ойдам, сондықтан маған осындай кристалдардан так есептеп отырсам, маған 42 тал керек екен. Енді біреусі на всякий случай деп ойлағаным ғой, 42 тал керек. Ал әзірге достар, бұдан не жасауға болатынын көрсетейін. Бұдан достар, біз өзімізге мынандай бір верстак жасаймыз. И осы верстак арқылы біз өзімізге костюмі, сол баяғы геройлардың костюмін аламыз. Так, қазір сол верстакты әзірге орай жасап қойайық. Так, ол үшін бізге мынандайдың біреусі қажет. И осы біреумен так бізге тағы да плиткалар келеді. Так, достар, бізге верстак керек. Еще достар, 4 железный блок керек. Ол үшін бізде сәттілікке орай 64 тал железа бар. И одан біз достар 1, 2, 3, 4 железный блок жасаймыз. Өте жақсы. И бізде достар әзірге верстак бар. И мына камендардың болғанын күтейік. Так, камендардан осындай каменная плита жасаймыз. Тағы да бізге 2 камень керек. Болды достар. Енді бағанағы ретпен бойынша орналастырамыз. Так, мына жаққа. И достар, ортасында верстак. Достар, біз өзімізге супергеройлардың алатын верстагын алдық. Бізге ачивка да берді, ағылшынша берді. И осы жерде достар, неше түрлі киімдер бар мына жерде, қарап отырсаңыздар. Даже мыналарды былай санап өте алмаймын даже, не айтып кеттім. Так, Дэдпулдың киімі бар екен, Фалкон дейді. Так, Железный Человектің, Кит Флэш бар. Достар, енді мен қазір осындай кристалдардың, так, менде әзірге 3 тал кристалл. Мен сондайдың примерно бір бағана айтып кеткендей 42 талын жинап көрем. Енді жинай алсам, сол 42 тал арқылы мен өзіме зумның киімін алам. Зум. Сол зумның скорсы маған ұнайды. Соның киімін алсам, барлық проблема жоғалады деген ойдам. Сол үшін достар, мен тезірек шахтаға барып, қанша кристалл таба алам, сонша сіздерге айтам. Ендеше достар, мен тезірек шахтаға кеттім. Достар, мен кәдімгідей шаршап кеттім. 42 тал кристалды табу үшін достар, мен 2 сағат бойы жүрдім ғой. Блин, мынау уже достар, екінші сетім. Ойласаңыздар, бағанағы бірінші сетім сынып қалды, енді екінші сетті киіп алдым. Екінші сет уже мынандай ғана прочность қалды. Блин, кәдімгідей достар, шаршап кеттім, шынымды айтсам. Блин, зумның киімі үшін неге бармайсың? Мен сіздер үшін кәдімгідей 2 сағат отырдым мына жерде, шахталарды қазып, сол. Не істеймін басқа? Еще достар, мен мына жерге сборкамның обновлениясына бір Lekenians мод деген мод қосқам. Ол мод достар бізге өзге мобтарды қосады. Бірақ ол мобтар бұрыннан бар ғой. Мына басқа да мобтар бар түнде, соларды қосады. Енді достар, блин, 2 сағаттың қазір жемесін көреміз деген ойдам. Так, мына жерде үшеу жатқар еді, И достар, қазір біз осы зумның киімін алайық. Мінеки достар, бізде зумның киімі дайын тұр. И қазір бастайық ал кеттік. Басы, сол кеудесі, поножи и соңғысы аяқ киім. Достар, бізде ровно счетам деп айтып қойық, 5 тал кристалл тапты. Сонда 5-еуін құрбосқа таптым десем де болады ғой. Енді достар, мына сет маған керек жоқ деген ойдам. Себебі менде одан да керемет зумның киімі бар. Так, енді осыны қазір кисем, қалай болады екен? Так, достар, әзірге ешнеке болатқан жоқ. Мына жерде достар, мен бір кнопканы бассам, замедление болады екен. Мобтар өте ақырын қозғалатынына көріп тұрсаңыздар. Ақырын қозғалатыр. Ал егер достар, мен қазір скорс 90 болсам, ё-моё, саған. Мынау не деген скорс? Так, достар, мынаның әзірге мен, так, мына дальностьін кішкене азайтайын. Нормалға.
А то қазір мынаның киімімен жүремін деп. Так, не қарапсың? Маған өзінше қарап қояды. Так, достар, мына жерде шрифтпен жүргеннің өзінде өте кәдімгідей қиын. Так. Мен қазір әзірге замедление қосып қойдым. Так. Ана жерде мобтар жүр. Енді достар, біз көп созбай тезірек охотаға шығайық. Себебі охотадан бізге өзімізге сол Ender Pearl табу керек. Сол Ender Pearl арқылы біз өзіміздің стол зачарованиямызды улучшить етіп аламыз. Енді осылай темппен достар, біз пока мобтарды өлтіріп, сол мобтардың біреусінен Ender Pearl шығады. Соны іздейік. Не болмаса Enderman'нің өзін іздейміз. Ал достар, ендеше біз кеттік. Так, маған қараңыздар. Оппа. Тезірек мобтарды іздейін. Егер достар Ender Pearl тауып атсам, сіздерге міндетті түрде бір хабарын беремін. Сонымен достар, өздеріңіз көріп отқандай мен бір Ender Pearl'ның өзін әрең таптым. Так, осы Ender Pearl'ны қазір достар, так, мақсатқа қолдану керек. Мынаны улучшить етуіміз керек. Так, бізге улучшить ету үшін, так, око Эндера, 4 золотой слиток, 2 обсидиан и бізге книга и перо керек. Так, енді мен оны қалай жасайтынын әзірге білмеймін. Яқты что-то слепота кетпей жатыр. Так, бізге әзірге кітап бар. И достар, қазір мынандай бір сундук жасай салайық, алтын сундук. А то слишком менде орын жоқ. Так, сондықтан мынаны былай ортасына қоямыз. Так, ал мынаны былай қошаймыз. Так, опа. Мінеки көріп тұрғандарыңыздай, бізде уже улучшение дайын болды. Пока что мына киімдерді шеше тұрамыз ой. Так, әзірге орын жоқ. Так, мынаның бәрін пока что сала тұрайық. Инвентарымды ашсам, достар, кішкене қатып жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай. Бірақ қазір ойыннан шығып қайттан кірем ойым. А то қазір инвентарымды ашсам, көріп отқандарыңыздай кішкене қатып жатыр. Кәдімгідей. Сондықтан мен қазір ойыннан кішкене кіріп шығайын. Мінеки достар, түзелген сияқты менің ойымша. Так, енді қазір мына бір кішкентай өзіме бір сундук жасай салайын. Чтобы оның ішіне осындай броняларды салуға. Так. Достар, бәрібір де қатып жатыр. Что-то инвентарымды ашсам, кәдімгідей қатып жатыр. Бұның ішіне мына зумның бронясын салып қойайық. Ал өзіміз әзірге 17 броняны кие тұрайық. Так. Мінеки. Енді мынаның ішіне мына керек емес заттарды сала салайық. Мына заряд ледяной дейді, бұдан не жасауға болады, достар, бұдан посох жасауға болады екен. Өте жақсы посох. Так, ол әзірге бізге керек емес. Бізге ең керегі, так, 2 обсидиан бар, золотой слиток бар, достар, қазір бізге перо керек. Оппа, мінеки достар, перо. Перо бізде дайын. Енді достар, қазір мен өзіме чернила алу керек қайтпақшыда, я. Блин, менде өкінішке орай чернила жоқ. Сол үшін достар, қазір тез арада барып чернила алып келейік. Так, черниланы бір көл жоқ қой қасымызда, мынандай. Көл жоқ ойдым, Так, мынаған бара салайық. Қайтсек те. Так, мына жерге өтірік атып жаза саламыз да. Так, 66-шы высота. Енді осы жерге телепортация жасап. Так, оппа. Оппа, достар. Іздегеніміз алдымыздан шықты. И осыларды былай өлтіре саламыз. Бізге, оппа. Үшеу түсті, достар. Так, мынаны да өлтіре салайық. На всякий. Төртеу бізге жетеді деген ойдамын. И мына жаққа қайттан телепортация жасаймыз. Так, енді өзіміздің үйімізге кіріп, мына стол зачарованияны улучшить етсек болады. Так, мынаны былай қоямыз. Оппа, книга и перо, достар, дайын. Енді мынаны былай қойып, мынаны 4 жаққа қоямыз, е. Так. Айтпақшы, достар, мен өзіме око Эндера жасауды ұмытып кеттім ғой. Око Эндераға бізге порошок керек. Әдеттегідей. И порошок арқылы біз око Эндера жасаймыз. Так, мына түсіп қалды. Бұны қайтадан сала саламыз. Так. Енді достар, салып болған соң бағанағы ісімізге кірісе берсек болады. Я. Мына жерге око Эндера.
төрт жағына 4 золотой слиттік, 2 обсидиан и кітап. Оппа, достар. Вот, достар, дайын. Бізде зачарование дайын. Енді, достар, біз осыған өзіміздің мына бір алмазный киркамызды зачарт етсек болады. Мен оны ең бірінші удачаға зачарт етем. Так, удача. Ол үшін, достар, кітаптар керек екен, айтпақшыдай. Зачарт етпей тұрып, кішкене кітаптар алып алайық. Сосын, менде, достар, бір өте керемет ой бар. Ол өте керемет ой болған соң, өте керемет ой. Так. Мына кітаптардан біз қазір полка жасаймыз. Книжная полка. Так. Так, неге қатып отқан білмеймін. Так, мына жердегі менің кітаптарым бәрін алып қойыппын ғой уже. Бізде 64 ақталғана кітап қапты. Так. И енді, достар, мына жерде что-то баг па бір нәрсе болып тұр. Сіздерден көмек сұрайым. Мен инвентарымды ашсам, бұлай қатып атыр кішкене. Неге екен білмеймін. Қара көріп тұрсаңыздар, міне қатып атыр. Осы проблеманы шешуге көмектеседі деген ойдам. Егер білсеңіздер, өкінішке орай, өкінішке деппін ғой, сәттілікке орай жауабын айтыңыздар, себебі мен бұлай әшейін жүрсем, менікі нормалында инвентарымды ашсам қатады. Жарайды. Так, мыналарды әзірге қоя тұрайық. Садақ не керек пе маған бар? Так, лётты баған алғам. Так, бізде 13 ақтал не? Бірақ ол бізге әлі жетпейді. Сол үшін, так, тағы да нетуіміз керек. Книжная полка жасауымыз керек. Так, бұлай. Кәдімгідей қатып отыр, блин. Так, енді мынадан тағы да жасаймыз. Оппа. Так, достар, бізде кәдімгі 7 ақталғана кітап қапты. Бізде 33 тал книжная полка. Ол өте жақсы. Енді, достар, мына жерден қазір төмен қарай бұлай қазайық. Осы төмен қарай қазу арқылы астына, ең астына біз өзімізге бір кішігірім бункер сияқты жасаймыз. Сол бункер арқылы ішіне сол зачарт етіп, наковальня қойып, тағы да сондай басқалар жасаймыз. Сол үшін, достар, мен паузаға қоям. Сол бункер жасамағанша. Ал сіздерге 1 секунд болады шығар. Сондықтан асықпай күте тұрыңыздар. Міне, достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, мен осындай кішігірім баррикада сияқты жасадым. Так, енді осы жерге бұлай орналастыра берейік. Бұлай айтқанда. Так, мынау бізде қай жерде тұрады өзі? Так, мынау бізде егер мына жерде тұратын болса, бірақ осы жерде тұрады ол сондай. Мынаған бұлай қоршап шығуымыз керек. Так, мінекей. Бізде 20 тал артық қалды. Так, мына жерге тағы да бұлай қойық. Өтірік болсын. Так, тағы да не қоямыз? Мына жерде, достар, тағы да бір рет қазу керек сияқты ғой. Бұлай қолмен. А то қазір тағы да артық кітап қалады да. Жарты артық кітап қалғаны жақсы ғой. Бірақ маған кішкене көп опыт беретіндей болу керек шамасы. Так. Мынаны битик. Оппа. Енді мынаны битик. Так. Мінеки, достар, осындай нормально болады деген ойдам. Так, мына факелдің орнына. Так, мына жаққа бір факел қойсылар, и мына жаққа. Болды, достар. Бізде дайын. Енді біз өзіміздікін жақсы зачарт етуге болады. Удачаны максималкаға зачарт етейік. И сосын эффективность. Так. Эффективностьқа әлі ерте. Оға шейін мына нені зачарт етейік қылышымызды. Қылышымызды, достар, біз Астрота 3-ке шейін ғана баруға болады, е? Астрота 3-ке шейін ғана баруға болады кен. Жарайды, достар, Астрота 3-тің өзі де, достар, өте керемет. Мечіміз Астрота 3. Бұл өте жақсы. Енді, достар, спокойно төбеге қарай шыға берсек болады, өзіміздің үйімізге қарай. И, достар, менде бір какой-то моптың еті бар екен, осыны пісіріп жеп алайық әзірге. Так,
Айтпақшы достар, мен осы серияда карьер жасайым деген ойда болғам. Карьер. Неге көріп тұрсыздар? Бірақ ол үшін маған не заттар керек жоқ десеңіздерші. Так, мынаны қалай жасайды? Так, мынаны жоқ, мынаны қалай жасайды? Каменный жасап алу керек бірінші. Лыжник керек. Так, палка. Достар, біз карьер жасайық. Карьер жасау үшін бізге көптеген заттар керек. Мысалыға айтатын болсам, бізге кішкене қазір көптеген не алу керек? Доска. Достар, мен былай қарап отырсам, менде 48 дуб бар екен ғой айтпақшы. Осы дубтың барлығын неге айналдырайық? Так, енді осыдан біз өзімізге так, былай не жасаймыз? Мінеки. Так, мынау не бір какой-то крючок сияқты, крючокта қойық. 5-еу, примерно достар 8 тал жасайық. Наугад. Мінеки, өздеріңіз көріп тұрғанда бізде 8 тал бар. Енді осы жасау үшін бізге булыжник керек. Ал булыжник бізде достар бар. Так. Аны былай қойық. Оппа. Мінеки. Енді достар, бұдан жасау үшін бізге так, железо керек. Ал железо достар бізде де тағы бар. Железо бар. Так, осыны мынаны былай қоямыз. Как раз кеп тұр достар, как раз. Енді тағы да бұдан жасау үшін бізге алтын керек. Так, достар, өкінішке орай менде алтын 15 ақтал. Так, осыны былай қойық. Так, болды. 15 ақтал и 4 алмаз. Бізде 10 алмаз бар. Сәттілікке орай. Так. Осындай біреу жасаймыз. И тағы да біреу. Сонда достар, бізде уже екеу дайын. Осы арқылы біз карьер жасаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді бізде достар алмазный, міне шестенойдан екеу дайын. Железныйдан үшеу дайын. Енді достар, бір-ақ тал ғана залоптой осылай тапсақ. Так, железныйдан дайын ғой. Енді достар, бір-ақ тал ғана табу керек бізге. Ол үшін достар, мен алтын табуым керек. Ал алтынды табу үшін міндетті түрде шахтаға барып келейін. Я достар, тезірек шахтаға барып келгенім дұрыс болар. Шахтаға барып, как положено, кішкене алтын тауып келейін. Ал оған шейін достар, мен пауза қоям. Кеттік. Мінеки достар, біз өзіміздің алғашқы алтынымызды таптық. Енді осы алтынды алып алайық. Так, бізде әзірге 2 алтын. Номен 5 алтын болады, ал бізге так, бар жоғы 4 алтын керек. 4 алтын. Достар, осы 2 алтынның өзі бізге жетеді деп ойлаймын. Бірақ енді жетпесе де тағы да кішкене көп алып қайтуымыз керек. Так, мына жерде еще уголь бар, угольді де алуымыз керек. Әзірге достар, мен шахтада кішкене ұзақ болады сияқтымын. Сол шахтада болған уақытымда мен тағы да басқа алмаздардың ғой, алтындарды тауып көрейін. Тапсам, сіздерге бір хабарын айтамын. Егер таппасам, сразу үйіме барып, басқа да тірліктерімді істеу керек. Карьер жасап, мысалы. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мен уже так, қанша 7 тал алтын таптым, өзімен қосқанда 3. Қазір енді достар, біз өзіміздің операциямызға көше берсек болады. Мінеки, бізде уже 2 дайын, 4 міне. Енді карьер жасау үшін достар, красный пыль бізде бар. Енді алмазный киркаға. Алмазный киркаға бізде өкінішке орай алтыннан 2 ақтал. Алтындық қойым ғой, білін. Алмаздан. Енді достар, алмаз табу үшін достар, қайтадан шахтаға бару керек сияқты менің ойымша. Сөйтіп шахтаға барып, шахтадан қайтадан алмаз табу керек. Сонымен достар, мен өзімнің алмазымды таптым ба деп ойлап тұрмын да. Я достар, 4 алмаз. Өзінен 4 алмаз шықты. И бағана мына эндерперлі қаяқтан шықты десеңіздер, бағана далада жүргенде бір моптарды өлтіргем. Содан эндерперлілер шықты. Так, енді достар, тез арада өзіміздің үйімізге барайық. Так, осы үйімізге бару арқылы өзімізге не жасаймыз қазір? Карьер. Тезірек үйімізге барайық. Мінеки, үйімізге де келіп жеттік. И енді нелермен қосамыз да өзімізге бір кирка жасайық. Жаңа кирка керек болу керек. Так, мінеки. Болды достар, бізде кирканың өз дайын. Айтпақшыдай.
менде сөйтсем мына жақта верстак жоқ екен ғой, әбден өзімнің инвентарыма жасап үйреніп қалыппын. Так, енді так карьерді қалай жасау керек? Так, в общем, жасауды бастайық. Былай, и енді былай. Достар, бізде карьер дайын. Бізге двигатель керек екен. Достар, двигатель. Енді осы двигательді жасау үшін бізге так поршень керек. Поршенді жасауды білеміз. Так, поршенмен қоса, жоқ біт. Бізге железо керек. Және де железная шерстенка. Я, достар, осыларды қазір жасап көрейік. Бізге алдымен так мыналарды ыңғайластырып қойып алу керек. Так, примерно, достар, бізге 3 тал двигатель жасау керек. Ал 3 тал двигатель жасау үшін бізге так әрқайсысына 2-2-ден кетсе 3-ті 2-ге көбейтеміз. 6 қажет, е? Так, 5-6 болды. И осы 6-дан біз қазір так, мынаны не қылды? Осылай мынаны орнына қоя салайық. Ой, пармай-ау. Мінеки, достар, 6 бізде уже дайын. Бізде дайын. Енді бізге так, бізде өкінішке орай, достар, железо өте аз. Вообще жоқ десем не болады. Шахталы железо. Қайтадан шахтаға бару керек. Бізде бірақ уже бір тал железная шестеренка дайын. Ал бізге әлі 5 тал қажет. И осының өзіне 4 қажет. Достар, в общем айтқанда, біз двигатель жасауды, яғни карьер жасауды келесі серияға қалдырайық. Себебі осы серияда біз өзімізге өте көп нәрсе жасадық. Даже тым көп нәрсе десем де болады. Опа. Так, не мынау? Ё-мо, достар, көрдіңдер ма? Ұшып келген бас. Так, непонятқысың ғой кәдімгідей. Так, мынаны бәрін сақтап қойып керек болады. Так, сіздерге осы серия өте қатты ұнады деген ойдамын. Бізде уже зумның костюмы бар, как положено барлығы. Уже 100 зачарования жасадық, бәрін жасап алдық. Енді, достар, сіздермен қоштасайын. Егер осы серия ұнаса, міндетті түрде лайк қойыңыздар, арнаға жазыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ең бастысы, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.